Зейнетақы жинақтары ең алдымен адамның зейнетке шыққаннан кейін тұрақты табыспен қамтамасыз етуіне арналған. Мемлекеттің міндеті азаматтарға қартайған шақта қаржылық тұрақтылық пен лайықты төлемдерге кепілдік беру. Бұл әсері жас қазақстандықтар үшін маңызды, өйткені олардың болашақ зейнетақысы мемлекеттік базалық зейнетақыдан және зейнетақы жарналары есебінен қалыптасатын жинақтаушы бөліктен тұрады. Бүгінде қолданыстағы ең төменгі жеткіліктік шегін есептеу әдістемесі осы шектен асатын жинақтардың бір бөлігін алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте ол жас адамның алдағы уақытта міндетті зейнетақы жарналарын тұрақты түрде аударып, зейнет жасына дейін ең төменгі зейнетақы жеткілікті соманы жинақтайды деген болжамға негізделген. Алайда бұл модель әрдайым нақты өмірлік жағдайларды ескере бермейді. Адамның зейнет жасына дейін тұрақты жұмысы мен табысы бола ма жоқ па деген мәселе ашық күйінде қалады. Дәл осы себепті ең төменгі жеткіліктік шегін айқындау әдістемесін қайта қарау туралы шешім қабылданды. Ұсынылып отырған өзгерістердің негізгі мәні азамат бүгін жинақтарының бір бөлігін пайдаланған жағдайда да болашақта лайықты зейнетақы алу үшін жеткілікті қаражат көлемін сақтап қалуын қамтамасыз ету. Мысалы, 46 жастағы салымшының зейнетақы жинақтары 11 миллион теңге құрайды дейік. Қолданыстағы шек 7,8 миллион теңге болғандықтан ол бүгін 3,2 миллион теңгені ала алады. Бұл жағдайда оның шотында алатын зейнетақысы небәрі 42 мың теңгені құрайды. Ал егер ол осы артық жинақтарын қазір алмаса, болашақта алатын зейнетақысы шамамен 3 есе жоғары болады. Шекті мәндердің ұлғаюы соңғы 3 жыл ішінде ең төменгі жеткіліктік шегінің қайта қаралмағанымен де байланысты. Жаңа есептеу әдістемесі неғұрлым дәл әрі экономикалық тұрғыдан негізделген, яғни актуарлық тәсілге сүйенеді. Ол күтілетін өмір сүру ұзақтығын, инвестициялық табыстылықты және болашақ зейнетақы төлемдерінің мақсатты деңгейін ескереді. Тағы да қайталап айтсам, өзгерістердің басты мақсаты азаматтардың болашақта лайықты зейнетақымен қамтамасыз етілуі. Маңыздысы, зейнетақы жинақтары кез келген уақытта ағымдағы шығындарға жұмсай салатын депозит емес. Мемлекет азаматтардың ұзақ мерзімді мүдделерін жүйелі түрде қорғайды. Әрбір адамның қартайғанда өзінің қаржылық тұрғыдан сенімді сезіну үшін жағдай жасайды.